Бұл кедей адамдары жоқ, жалғыз мемлекет. Жұмысыңыз болмаса да, ай сайын шамамен $2000 жәрдемақы аласыз. Елдің аумағы бар болғаны 11000 шаршы шақырымды құрайды. Алайда жан басына шаққанда, орташа жылдық табыс $700,000 құрайды. Бұл әлемдегі ең бай мемлекет Катар. Туған сәтіңізден бастап, білім алу, денсаулық сақтау және зейнетақы үшін төлем жасамайсыз. Барлығын мемлекет қамтамасыз етеді. Жергілікті тұрғындар күніне орта есеппен 3 сағат қана жұмыс істейді және көбінесе жұмысқа тек ләззат алу үшін барады. Мұндағы бір баррель бензиннің бағасы бар болғаны $1,5, ал бір баррельде шамамен 159 литр. Өйткені мұнай мұнда молынан кездеседі. Жергілікті халықтың ақшасы соншалықты көп, олар кейде оны көшеге тастай салады. Бұл жерде байлық пен сән салтанаттың атмосферасын сезінесіз. Сондай-ақ Парсы шығанағының әдемі көріністерін тамашалауға болады. Бай ресурстар мен халықтың аздығының арқасында барлық катарлықтар бай әрі атақты. Сонымен қатар жергілікті дәстүрлер әйелдерге қатысты өте қатал, ал көп әйел алу мұнда рұқсат етілген.